Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін мен көлік колледжінің оқытушы Жылқайдарова Гүлнұр Бейітбекқызы экономика негіздері пәнінен дәрісімді бастаймын. Сабақ тақырыбын айтпас бұрын ең бірінші мынандай нақыл сөзбен бастағым келіп тұр. Әлемнің тынысы, байлықтың белгісі, ол не? Иә, әрине ол ақша және теңге. Соған байланысты бүгінгі біздің сабақ тақырыбымыз ақша, несие, банктік жүйе. Сабақтың мақсаты ақша түсінігі, түрлері, несие, банктік жүйе бойынша түсінік қалыптастыру. Яғни ақшаның шығу тарихына тоқталсақ, ақша көне ерте заманда ақшаның орнына астық, мал, қымбат тастар және металдар пайдаланған. Ұзақ уақыттар бойы ақшаның орнына алтын, күміс монеталар пайдаланған. Қағаз ақшалар 12 ғасырда Қытайда пайда болды. Ақша бұл жалпылама эквивалент роль атқаратын ерекше тауар. Ақшаның қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ең біріншіден оның біртектілігі және сапалығы. Одан кейін ақша пайдалануға өте ыңғайлы, мүлтіксіз сақталынуы. Оның қандай да бір болсын пропорцияда бөліне алатын ерекшеліктерін атап айтуға болады. Ақшаның атқаратын қызметтеріне тоқталсақ, ол 5 қызмет атқарады. Ең бірінші қызметі ол құн өлшемі, яғни кез келген тауардың құнын ақша арқылы өлшеуге болады. Екінші қызметі ол айналым құралы, яғни ақша ылғи айналыста болады. Сол себепті экономикада ақша, тауар, ақша айналысы бар. Одан кейінгі қызметі ол төлем құралы, яғни ақша арқылы біз кез келген төлем жасай аламыз. Мысалы, жерден алынатын пайда ол рента деп аталады, ал акциядан алынатын пайда ол дивиденд деп аталады. Келесі төртінші қызметі ол қор жинау немесе қазына жинау. Яғни ақша арқылы біз болашаққа өзімізге ақша қор жинай аламыз. Бірақ та негізгі тәжірибеде қор жинау ол ақша емес, алтын арқылы жиналады. Өйткені алтын жылдар өткен сайын өзінің құнын жоғалтпайды және құны ылғи жоғары болады. Және ең соңғы қызметі ол бізде әлемдік ақша. Яғни дамыған елдердің ақшалары ол әлемдік нарықта пайдаланады. Бізде дамыған елдердің ақшалары мысал ретінде доллар, евроны алып көрсете аламыз. Және ақшаның түрлеріне келетін болсақ, ақшаның екі түрі бар. Ол толық құнды ақшалар және толық құнсыз ақшалар. Жалпы толық құнды ақшалар дегеніміз ол біздің нағыз ақшалар. Ал толық құнсыз ақшалар дегенде бұл ақшалар айналысын айтамыз. Яғни ақшалар айналысы ол қолма-қол ақшалар айналысы және қолма-қолсыз ақшалар айналысы. Осы толық құнсыз ақшалар бұл қолма-қолсыз ақша айналысына жатады. Яғни қолма-қолсыз ақша айналысына бұл несие арқылы, шоттар арқылы бір-бірімен төлемдер жүргізу. Қазіргі кезде банктерде көптеген осы қолма-қолсыз жүргізуге байланысты көптеген жаңа операциялар, қызмет түрлері бар. Содан кейін ақшасыз есеп айырысу нысандарына ол төлем тапсырмасы, чек, аккредитивтер, төлем талап тапсырмасы, төлем талабы жатады. Ақша жүйесінің не келетін болсақ, оның элементтері ол ақша бірлігі, ақша түрлері, ақша белгілері, эмиссия тәртібі және валюталық курс. Ақша бірлігі дегеніміз бұл белгіленген ақша белгісі. Ақша түрлеріне бұл бізде банкноталар, монеталар жатады. Ал ақша белгілеріне бұл қазынашылық билеттерді жатқызуға болады. Эмиссия тәртібі бұл ақшаның шығарылуы. Яғни эмиссия дегеніміз ақшаның шығарылуы деген мағынаны білдіреді. Біздің ұлттық теңгеміз ең бірінші 1993 жылы 15 қарашада Лондон қаласында шығарылған. Қазіргі кезде ақша эмиссиясымен бізде ұлттық банк айналысады. Келесі валюталық курс, яғни валюталық курс дегеніміз басқа елдің ақшасының ақша бірлігінің бағасы. Яғни теңгенің мысалы долларға шаққандағы немесе евроға шаққандағы құнын атап айтуға болады. Біздің бүгінгі сабақ тақырыбымыздың екінші сұрағына келетін болсақ, бұл
банктік несие жүйесі. Қазақстандағы банк жүйесі 1990 жылы желтоқсанда алғашқысында мемлекеттік банк құрылуымен байланысты. 1995 жылы наурыздан бастап бұл мемлекеттік банк ұлттық банк болып аталынды. Яғни бізде Қазақстанда банк жүйесі екі деңгейлі. Бірінші деңгей ол бізде ұлттық банк және екінші деңгейлі ол барлық коммерциялық банктер. Енді ұлттық банкке қысқаша тоқталатын болсақ, ұлттық банк ең біріншіден ақша эмиссиясымен айналысады, ақша несиелік саясатымен айналысады. Осы біздің теңгенің тұрақтануына байланысты жұмыстар атқарады. Одан кейін ұлттық екінші деңгейлі коммерциялық банктерге лицензия берумен, оларды қадағалаумен айналысады. Ұлттық банк жеке тұлғаларға қызмет көрсетпейді. Енді коммерциялық банктерге тоқталатын болсақ, бізде көптеген коммерциялық банктер бар, әмбебап банктер, бөлек микрокредиттік банктер де құрылуы мүмкін. Коммерциялық банктер, жалпы банктер екі операция орындайды, ол пассивті және активті операциялар. Коммерциялық банктердің негізгі атқаратын қызметтеріне келетін болсақ, олар ақша қаражаттарын шоғырландырады және таратады, несие береді, шаруашылықтармен есеп және төлем жұмыстарын жүргізеді, төлем құралдарын шығарады, бағалы қағаздарды шығарады, оны таратады, ұйымдастырады және сенімхат бойынша клиенттермен траст операцияларын орындайды, клиенттерге кеңес береді. Осы сияқты көптеген екінші деңгейлі банктер қызметтер атқарады. Яғни бүгінгі біз сабағымызда сабақ мақсатына жеттік. Яғни біз ақша дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар, қандай қызметтері бар, сонымен таныстық. Сонымен қоса банктік несиелік жүйенің Қазақстандағы құрылымымен таныстық, деңгейлерімен таныстық. Әрбір деңгейіне қысқаша сипаттама бердік. Бүгінгі сабақты тыңдап назар қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.